Уәждемелік хатты көбісі қалай бастайды деп сұрақ қояды, қиналады. Бұл негізі 1-2 сағаттың немесе 1-2 күннің жұмысы емес. Өтірік ешқандай жазбаңыз, шындық болу керек. Адамның назарын ұстай алатындай 1-2 кілтті сөз дейді ғой, соларды қолдану керек. Уәждемелік хат жазатын адамның алдындағы ең қиын сұрақтардың бірі. Иә, хат жазу әрқашан оңай дүние болған жоқ. Ал сізді шетелдік оқу орнына түсіретін хатты қағаз бетіне түсіру тіптен күрделі дүние. Академиялық ортада оны уәждемелік хат не мотивациялық хат дейді. Шекарасы білім алам деушілерге көмектесуді мақсат еткен айдарымыздың бүгінгі шығарылымы осы бір маңызды құжатқа арналады. Алдымен оны жазып көріп, нәтижеге жеткен жастармен тексеретін қабылдау комиссиясы мүшелерімен бірге анықтама беріп көрейік. Жалпы қандай себеппен және де олар неге мені жоғары оқу орнына грантқа қабылдау керек деген хат деп түсіндіретін едім. Мен секілді балалардың ішінен неліктен мені таңдау керек, мен соны түсіндіріп жазып жатырмын деп айтар едім. Мен осы күнге не істедім деген сұраққа жауап қой оның барлығы. Сіз секілді арманына қанат бітіргісі келетін талай студенттің хаты қабылдау комиссиясының алдында тау-тау болып үйіліп тұр. Бәсеке көп жерде уәждемелік хаттың назар аудартар алғашқы сөйлемдері барынша әсерлі болу керек дейді мамандар. Кейбір талапкерлер өмірдегі болған қызықты әртүрлі оқиғаларды, жағдайлардан бастайды. Диалог ретінде де кейбіреулері бастайды. Одан кейін мотивациялық хатта түсіндіреді неліктен. Егерде сен өзіңнің бір елден басқашалау ерекшелігің бар болса, соны әңгіме ретінде тәжірибеңді бастап айтсаң, меніңше ол көзді бірінші тартады деп ойлаймын. Мен оқыған креативті уәждемелік хаттардың ішіндегі ең қызығы өзінің болашақтағы немересіне хат жазу арқылы уәждемелік хатын жеткізіп жатыр. Ерекше етіп бастап алғаннан соң хатыңыздың соңы шұбыртпаланып кетпес үшін қандай сұрақтар мен стандарттарға мән беру керек? Мен қай салада дамығым келеді? Жалпы болашақта өзімді қандай саланың маманы ретінде көргім келеді? Бірінші сол сұрақты анықтап аласың. Екінші, осы менің мақсаттарымды қанағаттандыратын қандай бағдарламалар бар? Яғни ол Қазақстанда болсын, шетелде болсын, көбіне шетелде ғой ондай уәждемелік хат жазатын. Шетелдегі барлық бағдарламаларды өзіңіз білесіз, иә? Жаңағы батыс елдерінде қаншама универлер бар, оның әрқайсысының сайтына кіріп, ізденіп, қандай профессорлар бар, олар не іздейді, не еттейді, сен оларға келесің ба, сенің жаңағы өмірге деген көзқарасыңмен олардың сенен сұрайтын нәрсесі түйіседі ме бір жерде? Қараңыз, және кейбір бағдарламада уәждемелік хатқа байланысты сұрақтар болуы мүмкін. Сол үшін инструкторын жақсы қарау керек. Иә, кейде уәждемелік хатқа қажетті сұрақтарын университет өзі сайттарында жазып қойып, жұмысты жеңілдетеді. Басқа дүние жазып сәтсіз жағдайға тап болмас үшін талаптарды мұқият қарау керек. Себебі файлдың Word не PDF күйінде жіберілуі, шрифті мен қаріп өлшемі, стилистикасына дейін қатал талап қоятын универлер бар. Бұл бір жағынан талапкердің қаншалықты ыждахаттылықпен дайындалатынын, детальдарға қалай мән беретінін тексеру үшін жасалатын кішігірім сынақ. Бұдан өзге қандай қателіктерден аулақ болу керек? Өзіңнің минустарыңа басып, ана адамның көзінде аяуш, яғни комиссия ғой тексеретін. Комиссияның көзінде өзіңді жаңағы болады ғой. Мен бұл аянышты қылып көрсету, ол өте жаман стратегия дейінші. Сол уәждемелік хатты оқитын адамның тұрғысынан ғана сол уәждемелік хатты жазады да, өзін тым асыра сілтеп мақтап жазып жүру мүмкін. Тек түйінді, яғни бұл бағдарламамен мүмкін егер сәйкес болса, сондай түйінді маңызды жерлерін жазуың керек. Оны барлық сенің кішкентай кезіңнен бастаған, сенің мысалы бастауыш кезіндегі алған сыйлықтарыңды оның бәрін жазудың қажет емес. Шынайылықтан тұрады негізі уәждемелік хат, және әр адамның өз тәжірибесі уникум болу керек деп ойлаймын. Ал егер де ғаламторда немесе басқа біреуге жаздыратын болса, онда ол не дегенмен қайталанып кетеді. Басқа адамның хатын көшіру, яғни плагиат. Енді плагиат болса, онда талапкер конкурстан шығарылады. Келесі ол университетке не бағдарламаға неліктен тапсырғаны туралы жазбау. Яғни бір хатты барлық университеттер үшін қолдану. Бұл дегеніміз Харвардқа да, Оксфордқа да бірдей хат жолдамаймыз деген сөз. Әр бағдарлама мен университетке ерекшеліктеріне сай бірегей дүние жіберу керек. Хатта, мысалы, егер бір А4-де тұрған хат болса, ананы оқып шыққаннан кейін, сен өзіңді тұлға ретінде қалай көресің, бір парақта бәрі жазылып тұру керек. Яғни, қандай бағдарламаға тапсырып жатырсың, ол бағдарламаға түсу үшін не істедің, ол бағдарлама сенің болашағыңа қалай көмектеседі, және сенің маман ретінде қалай жарыққа шығара алады. Және ол мамандық арқылы сен халыққа, қоғамға қандай пайда келтіресің. Осы нәрсені анық жазып беру керек. Осы кеңестерді ескере отырып, білім бәсекесінде 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік шығуға болады. Ізденіс, қажырлы еңбек, зор талапты серік етіп, оямен бірге дамуға ұмтыламыз.